достар, біз бүгін Big Dream тақырыбындағы алғашқы эпизодымызды бастаймыз. Бүгін осы, яғни Big арман, асыл мұрат тақырыбындағы алғашқы эпизодымызды кішкене тереңнен толғап, экзистенциялық, философиялық тұрғыда саралап көретін боламыз. Негізінде арман дегеніміз ол адамның ой қиялынан туатын биік шың деп айтса болады. Сол үшін арман деген тақырыпты қозғаған кезде алдымен адам дегеніміздің өзіне, адам өзі неден тұрады, оның болмысының қырлары қандай, соған алдымен тоқталып өтуіміз керек сияқты. Жалпы адам дегеніміз өте көп қырлы, рухани терең, өте ақыл парасаты биік бір дара болмыс иесі. Оны адам дегеніміз кім, бұл өмірге адам не үшін келді, қайда барамыз, қайдан келдік, өміріміздің мәні не деген сұраққа көптеген ғалымдар жауап беруге тырысқан. Соның бастыларын атап өтсек, мысалы өткен ғасырда, яғни 20 ғасырдың басында ең алғашқы осы сұраққа жауап беруге тырысқан ғалымдардың бірі Зигмунд Фрейд болған. Ол адамды негізінен биологиялық жағынан қарастырып, оны көбінесе өзінің құмарлығының шегінен таныған. Яғни адам неге ұмтылса да өзінің құмарлығының арқасында, бір нәрсеге құмар болады, сол құмарлығын іске асыру арқылы ол сол өзінің мақсатына жетіп отырады деп саралаған. Яғни адамды ешқандай сырттан бір күш тартып тұрмайды, ол барлық нәрсе адамның өзінің ішінде қайнап жатады деген. Солай, оның мысалы мынаған ұқсайды. Мысалы, адам бір батпаққа түсіп қалған адам болса, ол өзінің шашынан өзі сүйреп сыртқа шығарғысы келген адам сияқты. Яғни, ол Зигмунд Фрейдтің бұл теориясы бізді толық қанағаттандыра алмайды. Яғни, адам тек қана өзінің құмарлығының шегінде ғана өмір сүріп, барлық асыл мұратына сол құмарлығының арқасында ғана жетеді деп пайымдау жеткіліксіз деп санаймыз. Екінші, Альфред Адлердің теориясы, ол негізінен индивидуалды психологияның негізін қалаушы болып табылады. Қазіргі біздің көріп жүрген көптеген мотивациялық кітаптар болсын, жалпы мотивациялық идеялар, олардың барлығы осы Альфред Адлердің индивидуалды психологиясына барып тіреледі. Оның маңызы қандай? Альфред Адлердің теориясы бойынша адамды алға ұмтылдырып тұратын барлық арманы, ол мансап қуу, карьера жасау, белгілі бір байлыққа ие болу, және де сол сияқты дүниелік, материалдық бір құндылықтарды ортаға шығарады. Яғни адамның өмірін соған байлайды. Бірақ оның да теориясы бізге жеткіліксіз деп санаймыз. Не үшін? Өйткені қаншама адамдар бар, олар өте үлкен байлыққа кенелген, мансапқа жеткен, карьераның шыңынан шыққан, бірақ сонда да өзінің өмірінің мәнін таппай, тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін барып жатқан адамдарды білеміз.